Бұл өмірге кімдер келіп кетпейді, әкеміздің дауысы құлағыма жетпейді. Әруақтарды еске алып, Құран оқып бағыштап, ұрпақтарға еске алмай өтпейді. Өтіп жатыр өмірдің жас көктемі, біздер үшін жарықсыз сіз көктегі. Еске аламыз ағайынмен, бауырымен, сақталарсыз жүректеді, естеді. Сағынышпен еске алу. Қазымов Совет Қазымұлы 1936 жылы 25 ақпанда Семей облысы Ақсуат ауданы Қызылкесік ауылында дүниеге келді. 1951 жылы Көкпекті ауданының Большевик ауылындағы 7 жылдық мектепті бітірген соң, ол Семей қаласындағы кеңестік сауда техникумын тамамдады. Мұнан кейін Ақсуат ауданындағы тұтынушылар одағында Большевик кеңшарында ұзақ жылдар бойы бухгалтер болып қызмет атқарды. 1957 жылы шаңырақ көтерді. Отбасында 6 ұл, 1 қыз баланы дүниеге әкеліп, сапалы білім мен саналы тәрбие беріп өсірді. 1964 жылы Совет Қазымұлы Семей қаласындағы зоотехникалық мал дәрігерлік институтын бітірді. Еңбек жолын Шар ауданының Белтерек ауылында бас зоотехник қызметімен бастайды. Ал 1976 жылы Арқалық Шарық совхоздарында партком хатшысы болып қызмет атқарды. Кейін Шар аудандық ауыл шаруашылығы басқармасының бас зоотехнигі болып тағайындалып, еңбек жолын жалғастырады. Әкеміз 1986 жылы өзінің кіндік қанын тамған жері Көкпектіге жұмыс бабымен ауысады. Ол Көкпекті аудандық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары болып тағайындалады. Кейіннен агроөнеркәсіп кешені қызметшілері аудандық кәсіподақ комитетінің төрағасы болып сайланып, өмірінің соңғы күніне дейін осы қызметті атқарып келді. Әкеміздің мемлекет алдындағы ерен еңбегі көптеген медальдармен, алғыс хаттармен марапатталды. Асқар Тау әкеміз қашан және қайда қызмет істесе де, өзінің іскерлігімен, білімімен қандай шаруа болмасын, баппен ойлап шешуімен, жұмысқа деген адалдығы және үлкен адамгершілігімен көпшілікке көзге түсетін. Артынан қалған ұрпағын әкеміздің еңбек жолы үлкен өнеге. Әкеміз адал жар, үлгілі әке, немерелеріне сүйікті ата, жора жолдастарына адал дос, ағайын тумаға қамқор шаға бола білді. Жомарттығы бір бөлек, азаматтығы бір төбе. Теңлік бай Жұмағызы 1937 жылы 7 наурызында Семей облысы Жарма ауданының Балажал ауылында дүниеге келді. 11 жасында жалғыз бауыры жеңіспен әке шешесінен айырылады. Бауырмен бірге туыстарында өседі. Анамыз Жарма ауданы Новоречка ауылының мектеп-интернатын бітіреді. Мектептен кейін 1957 жылы Семей қаласындағы радиотехника және байланыс техникумына түсіп, техникумды аяқтағаннан кейін метеорологиялық бақылаушы болып жұмыс істеуге Көкпекті ауданы Большевик ауылына аттанады. Осы арада анамыз әкемізбен танысып отбасын құрады. 1958 жылы тұңғыш ұлы Мұрат дүниеге келеді. Баланың есімін ата-анамыз әкеміздің бауыры Мусин Мараттың құрметіне Мұрат есімін береді. 1961 және 1964 жылдары әкемізбен анамыз Мақсут пен Самат есімді ұлдарды дүниеге әкеледі. 64 жылы Совет әкеміз институтты бітіріп, Шар ауданы Киров атындағы совхозға көшеді. 66 жылы ұлы Асхат дүниеге келді. 68 жылы Большевик совхозында тұрады. Онда анамыз
Алтай атты ұлын дүниеге әкелді. 69 жылы Белтерек совхозына көшіп, анамыз радио операторы болып жұмыс істей бастайды. 1971 жылы Саят атты ұл дүниеге келіп, ал 1973 жылы 6 жылдан кейін асыға күткен Гүлнар есімді қыздары дүниеге келеді. 1974 жылы Шары совхозына көшеді. Онда анамыз совхоз кеңсесінде бухгалтер болып жұмыс істейді. Алайда 1976 жылы әкеміз бен анамыз отбасымен Арқалық ауылында көшіп, анамыз совхоз кеңсесінде бухгалтер қызметін атқарады. 1979 жылы отбасымыз Шар қаласына қоныс аударып, анамыз ары қарай еңбек жолын ветеринарлық зертханада зертханашы болып жалғастырады. 1982-87 жылға дейін ата-анамыз Шар совхозының Троицк ауылында тұрады. Бірақ 1987 жылы отбасы Көкпекті қаласына көшіп, зейнеткерлікке шыққанға дейін аудандық ауыл шаруашылығы басқармасында бухгалтер болып еңбек жолын жалғастырады. 2000 жылдың басына дейін анамыз Көкпекті ауылында балаларының жанында өмір сүрді. Кейін балалары Семей қаласына қоныс аударған соң, анамыз балаларының және немерелерінің қасында болуды жөн санап қалаға көшеді. Қартайған шағында өзінің сүйікті кенже ұлы Саят пен қызы Гүлнармен өмір жолын жалғастырады. Ақ жаулықтана асыл әже болып немере шөберенің ортасында бақытты өмір сүреді. Теңілік бай жұмағысы асықтай алты ұл, жаны жақсылыққа жақын, жүрегі мейірімге толы қыз тәрбиелеп өсірді. Қазымов Мұрат Совет пен Теңілік отбасының тұңғышы. 58 жылы 15 желтоқсанда Большевик ауылында дүниеге келді. Сонда бақытты және қуанышты балалық шақ өтеді. 66 жылы мектепте алғашқы қадамын жасап, бірінші орыс сыныбына барады. Мұрат 6 сыныпқа дейін өзінің балалық шағын ата әжесінің қолында өткізеді. Кейін 6 сыныпты аяқтаған соң Шар қаласының Горький атындағы орта мектебінде білім алады. Кейін ата-анамыздың жұмыс бабымен Арқалық совхозына көшеді. Мектепті Мұрат сол ауылды бітіреді. 77-79 жылдар аралығында Владивосток қаласында әскери борышын атқарады. 82 жылы сүйікті жары Ләззат пен Отауғырат сол жылы Троицк ауылына ата-анасының қолына көшеді. Мұрат онда механизатор болып қызмет атқарады. Мұрат пен Ләззат алтын асықтай Мақсат, Талғат, Қанат есімді 3 ұлды тәрбиелейді. Үлкен ұлдары Мақсат өзінің ата-апасының тәрбиесінде болады. 90 жылдары Мұрат отбасымен бірге анасының жанына Көкпекті ауылына көшеді. Кейінірек Троицк ауылында қазіргі Салқынтөбе ауылына оралуды шешеді. Ұлдары өсіп, ер азамат болып қазіргі уақытта әскери қызметте жұмыс атқарып жатыр. Мұрат ағамыз жақсы жар, асқар тау әке, немерелеріне жақсы ата болды. Жатқан жерлерің жайлы, топырақтарыңыз торқа, жандарыңыз жәннатта болсын. Фәни ғұмырдағы игістеріңіз бақи өмірде де сауапқа жазылсын. Жарқын бейнелеріңіз жүрегіміздің төрінде мәңгі сақталады. Жаратылған қонақ болып өмірге, істегендерің қалдырғандарың өнеге. Өтседағы зуылдаған біраз жыл әл өздеріңізді сағынамыз. Алла алды өзі берген жандарын, тілейміз біздер жұмақтан орын алғандарын. Туған туыс ағайыннан сұраймыз, дұға етіп естеріне алғанын.